Баршаларыңызға сәлем. Бүгін біз лифт базасын сызамыз сіздермен бірге. Жандарыңызға калькулятор алып алыңыздар. Себебі калькулятор қазір бізге есептеу барысында керек болады. Мына миллиметровканың жоғары жағынан бір 7-8 сантиметр қалдырып кетесіздер. Содан кейін барып 0 точкасын қоясыздар осы жерге. Мінекей, біздің 0 точкамыз, иә? Осы 0 точкадан бізде өлшемде ДТС деген замер бар. Ол біздің арқа ұзындығымыз. ДТС. Арқа ұзындығы менде 41 сантиметрге тең. Яғни сантиметровый лентаны алып өлшейміз. Мына нүкте біздің беліміздің нүктесі. Обхват талии. Ары қарай бізде жағы бөксенің биіктігі деген өлшем болды. Высота бедра менде 23 сантиметр. Енді осы нүктеде 23 сантиметрді менің өлшемімді мен белгілеп аламын. СГ 44 сантиметр, я? Бұл кеңдікті қоспағанда. Кеңдікке мен 6 сантиметр алам. Сіздер өздеріңіз қарайсыздар. 8 сантиметр алсаңыздар болады, 10 сантиметр, 4 сантиметр, 5, 6 сантиметр алсаңыздар болады. Ол сіздің тігетін киіміңізге байланысты. 84-ке қосамыз 6 сантиметр бұл кеңдік өлшемі. Яғни болады 90, я? Енді ол 90-ды 2-ге бөлеміз. Бізде бұл ширина сетки, яғни қаз біз таблица құрастырамыз, сол таблицаның ені осыған тең. Линия талиядан перпендикуляр жүргіземіз, және линия низадан тоже оңға қарай перпендикуляр жүргіземіз. Келесі біз линия проймы болмаса линия грудиді табамыз. Ол үшін бізге мына жерде жағы ДТС деген өлшеміміз болды. Біздің длина спинки дейді. 41, я? Менде 41, сіздер өз өлшемдеріңізді аласыздар. 41-ді 2-ге бөліп, оған 2-ні қосамыз. Бұл формула жазып аламыз. 41 бөлінген 2 қосу 2. 22-де 5. Енді мына 0 нүктесінен төмен қаратай мен осы өлшемді аламын. Осыдан солдан оңға қарай сетканы жалғастырып қосам. Мына жақтан да 22-де 5. Белгілеп аламыз, және 2 сызықты қосамыз. Келесі бізге мына сеткамыздың боковой шовын табу керек. Боковой шовты табу үшін біз жаңа мына жердегі сеткамыздың ширинасы 45 сантиметр ғой. Осы 45 сантиметрді 2-ге бөлеміз. Бұл жерде енді мұқият болыңыздар. 45 сантиметрді 2-ге бөлсек, бізде 22-де 5 шығады, я? Енді қараңыздар.
әйел адамдарда алды жағы кішкене кеңдеу болып келеді да, арт жағы одан сәл кішірек болады, иә. Сол себепті біз мына шыққан өлшемнен 22-де 5-тен 1-ді азайтамыз. Бұл артқы бой 21-де 5. Бұл менің өлшемім, қыздар, сіздер өздеріңіздікін аласыздар. Және 22-де 5-ке қосамыз 1-ді. Бұл бізде 23-де 5 алдыңғы бой, иә? Үлкен жағы алдыңғы бой, кішірек жағы артқы бой. Енді бізге мойын ойындысын табу керек. Мойын ойындысын табу үшін бізде алған өлшеміміз бар, иә? Обхват шеи менде мойын өлшемі 33 сантиметр болды. Оның жартысы 16-да 5-ке тең. С-гі тең 16-да 5-ке. Яғни, бұл жерде де формула бар, қыздар. С-гі деп қойшы. Полуобхват шеи, яғни С-шыны бөлеміз 3-ке, оған қосамыз 0,5-ті. Қыздар, бұл мойын ойындысының формуласы. Яғни, 16-да 5-ті бөлеміз 3-ке, қосамыз 0,5-ті. Менің өлшемім 6 болды. Бұл біздің мойын ойындысының ұзындығы 0 нүктесінен 10-ға қарай, 0 нүктесі, 10-ға қарай 6-ны белгілеп аламыз. Және бізге биіктікті анықтау үшін осы шыққан 6-ны 3-ке бөлеміз. Қыздар, бұл да формула. Оны 3-ке бөлсек, бізде 2 шығады. Сонда менің мойын ұзын биіктігі 2 сантиметрге тең. Енді мына нүктемен мына нүктені әдемі ғып қосамыз. Лекальный сызғышпен келтіріп, сәнне келтіріп қосыңыздар. Тамаша. Енді ары қарай кеттік. Енді бағана біз 3 сантиметр, 6-ның жартысы 3 қой. Осы 3 сантиметр кеңдікті біз алдына, қолтық ойындысына және арқаға теңдей бөлеміз керек. Яғни 3 параметр бойынша бөлеміз, е? Яғни, свобода облеганияны 3 параметрге бөлсек, бізде 1 шығады. Сонда біз алдыңғы бөлікке 1 сантиметр, қолтық ойындысына 1 и артқы жағына 1 сантиметр қосамыз. Яғни, бізде қазір ширина спинки 35-те 5, е? Ширина спинки бөлінген 2, 35-те 5 бөлінген 2, оған қосамыз 1-ді. И шыққан санды на жақтан арқаның сызығынан ұстап, сол жаққа қарай өлшейміз. Бізде ол 18-де 7 сантиметр. Маған жағдай жуықтап 18-де 7 болса 19 деп алған ұнамайды. Себебі сызба барысында бәрібір сол 2-3 миллиметрдің өзі учитываться етілетті. Және жағдай денеге қонбай қалады. Сол үшін барлығын максимально точно істеуге тырысыңыздар. Енді осы
сызық бойынша тура сызық жүргіземіз. Және осы сызықты 22-де 5 қой. 22-де 5-ті 3-ке бөлеміз. 3 бөлікке бөлеміз. Және ол точкаларды деп белгілеп қоямыз. Себебі ол қазір бізге керек болады. 7-де 5. Енді мына точкамен, мына ширина спинкенің точкасымен мына боковой шовтың арасын өлшейміз. Бұл бізде 3-те 6. 3-те 6-ны 2-ге бөлеміз. 1-де 8. Мына точкадан 45 градуста, тура ортасынан осы 1-де 8 деген өлшемді аламыз. Және бұны белгілеп қоясаңыздар, қазір ары қарай түсінікті болады. Енді бізге иықтың скос плечо дейді, иықтың сызығын анықтау керек болады. Менің иығым 12 сантиметр, я? Енді мынау мінеке қосымша нүкте тұр ғой. Ширина спинкидің линия шеяның несімен қосылғандағы нүктесіне мынаны мойын ойынысының нүктесін апарамыз. 3 сантиметр. Мен биіктеу қойғым келіп тұр. Биіктеу қоя салайын. Апарамыз. Карандашпен. Енді осы мына нүктеден 4 сантиметр өлшейміз. Бұл не? Бұл не деп сұрасаңыздар? Иықта әйел адамдардың иығы 10 жарымнан 13 сантиметр аралығында болады. Ерлердікі одан да көп болады. Яғни, біз соны мысалы выточка қойымыз керек мұнда. Ол выточканың қай жерде тұратын анықтау үшін біз иығымыздың өлшемін менде 12-ні мен 3-ке бөлем. Сонда 4 шығады, я? 4 сантиметр мұнда сызамыз. 4 сантиметр сызамыз. Және выточкаға иыққа міндетті түрде выточка беруіміз керек. Иықта жалпы выточка адамның денесіне тігіп атырған бұйымыңызды өте әдемі отыруынан негізгі бір жаңағыдай себепші болады. Мен выточканың үлкендігін 2 сантиметр қылам, және ұзындығын 7,5 сантиметр қылам. Жеті жарым сантиметрді белгілеп аламыз міне. Және осыны қосамыз. Осыны қосқанда қыздарнаны соңына дейін сызып апараймыз. Қазір бізге бұл неге керек болады? Белдің выточкасына керек болады. Белдің бүксенің выточкасына. Соңына дейін апарамыз. Және мына жерде 7,5-ді белгіледік, я? Мен қазір жақындатайын. Мінеке, мына нүктенің ара қашықтығы 7,5 сантиметр. Енді выточканың үлкендігі мен 2 сантиметр қылам. Себебі мен кішкене жағдай жинақы болып тұрған қалап тұрмын, және өзімнің сәл-сәл иығым кішкене еңкейіңкіреп қалған. Мынау бізде 7 сантиметр. Енді мына нүктеден жоғары қарай, осы 7 деп қой, 7,5. Мына нүктеден жоғары қарай 7,5 сантиметрді өлшеп, белгілеп сызамыз. Мінеке. Көрдіңіздер ма? Мынау 7,5, мынау 7,5. Екеуі бірдей. Ал мынау бізде 2 сантиметр. Енді менің иығымнан
4 сантиметрін алып тастаймыз. 12 азайтылған 4 тең. Менде енді 8 сантиметрім қалды. Еқті оны мына нүктеден, мына нүктені қосу арқылы 8 сантиметрді сызып деп белгілеп сызамыз. Мына бұрыштан кішкене прямой угол 1 сантиметр деп міндетті түрде сызамыз, әдемі шығу үшін. Енді бағана мына нүктем қайда, мен көрініп тұрмын. Мынау бізде боковой шов. Мына боковой шов пен на спинканың арасын екіге бөлдік. Ол шыққан санды 45 градуста мына жерге қойдық. Менде мынау мен мынаның ара қашықтығы 1,8 сантиметр болды. Қайтадан түсіндірем. Боковой шов пен ширина спинкидің арасын өлшейміз. Менде 3-те 8 болып тұр. Оны екіге бөлеміз. 1-де 9. 1-де 9-ды мына жерге қойып белгілейміз. Сөйтіп, содан кейін осы сызық арқылы қосамыз. Осымен біздің спинкамыз дайын. Спинкамыз дайын, қыздар. Енді ары қарай жұмыс істейміз. Енді бізге ДТП деген өлшем керек. ДТП менде 44 сантиметр. Оны мына линия талиядан, мына нүктеден жоғары қарай линейканы қойып, 44 сантиметрді өлшеп, мұны белгілеп аламыз. Көрдіңіздер ме? Белгілеп аламыз. Мына мойын сызығына параллель жүргіземіз. Енді мойын ойындысы бағана менде қанша болды? 6 болды, я? Мына енді мынаны қараңыздар. Мына нүктеден арқаға қарай, солға қарай 6 сантиметр белгілеп аламыз. Мына нүктеден төмен қарай осы 6-ға 1 сантиметрді қосамыз. Қанша болады? 7 болады, 7 сантиметрді белгілеп аламыз бұлай. 1 сантиметр бұлай сызамыз. 1 сантиметр бұлай сызамыз. Сосын мына екі ортаны әдемі ғып қосамыз, қыздар. Осы қосқан кезде әдемі ғып қосыңыздар. Бұл алдыңғы бойдың мойын өлшемі. Көрдіңіздер ме? Өте әдемі шығу керек. Ары қарай. Бағана біз ширина спинкиді сызып 3-ке бөліп алдық, Мен айттым ғой, 3-ке бөліңіздер де, мына нүктені деп салып қойыңыздар деп. Себебі бұл жұмыс барысында керек болады. Енді алдыңғы бойдың жоғарғы нүктесімен ширина спинкидің жоғарғы нүктесін мынау қосымша сызықпен жай ғана сызып қосып қоямыз. Көрдіңіздер ме? Қосып қоямыз. Бағана мен 12 сантиметрді қараңыздар. 12 сантиметр менің иығымның өлшемі. Сіздер өз өлшемдеріңізді аласыздар. Оны 3-ке бөлгенде менде 4 шықты, Сіздерде де өздеріңіздің сандарыңыз шығар.
соны сол осы санды мына нүктеден төмен қарай линейканы қойып белгілеп аламыз. Мінекей 4 сантиметр мынау. Қыздар, мынау 4 сантиметр. Ары қарай бізде өлшемімізде центр груди деген өлшем болу керек. Менде ол 16 сантиметр. Сізде өздеріңіздің өлшемдеріңіз бар, я? Мен 16-ны 2-ге бөлем. 8 болады, я? Енді 8-ді, міне, мынау линия груди дейді, болмаса линия проймы дейді. Осы жердің нүктесінен енді солға қарай 8 сантиметрді белгілеп қоям. Ары қарай бізде высота груди деген өлшем болу керек. Менде ол 25 сантиметр, ал сіздер өздеріңіздің өлшемдеріңізді аласыздар. Енді бұны қараңыздар. Мынау иықтың біткен мына точкадан, 4 сантиметрден центр грудиге әкелеміз. Осы жерде центр груди мінекей 25 сантиметр. Осы нүктелерді қосамыз. Мінекей. Көрдіңіздер ма? Қостық. Міне менің нүктем. Ары қарай, қыздар. Выточканың, кеудеге берілетін выточканың өлшемін анықтау керек бізге. Ол үшін біздің кеуде орамымыз бар, я? Кеуденің өлшемі бар. Менде ол, былай жазайын. Менде кеудемнің өлшемі 84 сантиметр. Мұнда енді арнайы формула бар. Формуламыз мынандай. Обхват груди бөлінген 10 сантиметр. Бұл жерде енді бір ескеретін жайт бар, қыздар. Қараңыздар. 48-ші размерге дейін, яғни 38-ден басталады, я, қазір 38-ден 48-ші размерге дейін, яғни кеудесі кішірек ханымдар болатын болса, я, бұндай жағдайда минус 1 сантиметр дейміз. 48-ден жоғары болса, мына минус 1-ді қолданбаймыз. Менің кеудем кішкентай болғандықтан 84-ті 10-ға бөліп, одан 1-ді азайтам. 84 бөлінген 10. Азайту 8-де 4, азайту 1. Менде 7-де 4 шығып тұр. Осы 7-де 4 деген өлшемді мен қолданамын. Мына біткен нүктеден осы қосымша сызық арқылы 7-де 4 деген өлшемді белгілеп аламыз. Белгілеп аламыз. Енді қараңыздар. Бізде жаңа кеудеміздің биіктігі менде 25 сантиметр болды, я? Енді осы нүктеден линейканы қойып, мына нүктеден бастап, мына нүкте арқылы, выточканың нүктесі арқылы өтіп, ровно 25 сантиметр сызамыз. Мінекей, белгілеп алдым. Және осыдан былай қарай 25 сантиметр. Сыздым. Яғни, қыздар, қараңыздар. Мынау 25 сантиметр. Және мынау 25 сантиметр. Ал мынау бізде обхват груди бөлінген 10, азайту 1. Себебі менің жағдай кеудемнің кішілігіне байланысты, я? Енді ары қарай. Бізде иығымыздың 12 сантиметрдің 4 сантиметрін ғана қолдандық, я?
енді ар жағында қолданылмаған менің 8 сантиметрім бар. Ол 8 сантиметрді мына нүктеден мына көмекші сызыққа жайлап, ыңғайлап алып келіп, теңестіріп сызамыз. Міне, менің 8 сантиметрім мына жерге келіп тұр екен. Жүрге келіп тұр екен. Жүрге сызамыз. Енді бізде қыздар ширина груди, яғни алдыңғы кеуденің алдыңғы бөлігінің жағдай ені дейміз ба, алдыңғы бойдың ұзындығы өлшемі бар, я? Менде ол 28-де 5 сантиметр. Және оған қосамыз бағанағы мында біз кеңдікті алдық қой мінекей. 3 сантиметр кеңдікті теңдей ғып пропорционально бөлдік 3-ке, я? Сонда бізде свобода облегания 1 сантиметр болып тұр, я? Енді біз оны свобода облеганияны жағдай арқаға қостық, және алдыңғы бойға да қосамыз. Ол үшін ширина груди 28-де 5-ті бөлемін 2-ге, оған қосамын 1-ді, менде 15-те 2 шығып тұр. Оны шамамен мына нүктеден, міне мына кеуденің биіктігінің нүктесінен 6-7, кейде жағдай 8 сантиметр деп қосымша сызып белгілеп аласыз. Мен осылай белгілеп алам, қиын болмасын деп. Енді осыны 15-те 2 сантиметрімді жайлап өлшеймін. Мінекей мына жері 8,5 сантиметр, 8,5-нан тоқтап тұр. 8,5-ді жайлап мына жаққа қоям да, ары қарай 15-те 2-ні, мінекей 15-те 2 мына жерге келіп тұр. Сосын деп белгілеп алам. Белгілеп аламда, мынадан былай қарай сәл ғана линия грудиге қарай теңестіріп сызық жүргізем. Сызық жүргіземін, сөйтіп мына сызықты боковой шовты, сосын иықтың өлшемін әдемі қылып қосамыз. Осымен біздің жағы үстіңгі мойын, қолтық, кеуде выточкасы, арқаның выточкасы барлығы дайын болды. Енді ары қарай белдің выточкасымен жұмыс жасаймыз. Сеткамыздың жағдай үлкендігі 45 сантиметр, я? Бұл жерде мен 3 сантиметр свободный облегание кеудеге бердім. Осы кеңдікті енді талияға да, мысалы, белге де береміз. Менде обхват талия 63 сантиметр. Оны 2-ге бөлемін, қанша болады? 31-де 5 болады. Бұл кеңдіксіз өлшемім менің. Енді мен талияға бір 2 сантиметр бергім келіп отыр, себебі жағдай белімді выделять еткім келіп отыр. Сіздер өздеріңіз білесіздер, барлығына равномерно кеудеге 3, белге 3, бөксеге 3 берсеңіздер болады. Болмаса жағдай әртүрлі. Кейбіреулер кеудеге 4, белге 2, бөксеге 3 беріп атады, әрқалайда. Ал мен кеудеге 3 берем, 3 сантиметр, белге 2 сантиметр, және бөксеге 3 сантиметр бергім келіп отыр. Енді былай істейміз, қараңыздар. 45 сантиметр бұл кеңдігіме есептелген менің кеудемнің жартылай өлшемі.
одан азайтамыз. Белге берілген обхват, свободный облиганияны қосамыз ғой. Мынау мысалы өздеріңіздің белдеріңіздің өлшемін алыңыздар. Менде 63, оны 2-ге бөлеміз, 31-де 5 шықты. Және оған мен 2 сантиметр кеңдік қосам. Сонда 33-те 5 шықты, Мінекей, кеңдігімен бұл өлшем менде 33-те 5 шығып тұр. Енді 45-тен 33-те 5-ті азайтамын. Қараңыздар. 45 азайтылған 45 азайту 33-те 5. Менде 11-де 5 раствор выточки шықты. Енді осыны боковой шовқа, артқы бөлікке және алдыңғы бөлікке теңдей ғып бөлуіміз керек. Ол үшін не істейміз? Ол үшін мына шыққан санды 11-де 5-ті сіздерде өздеріңіздің сандарыңыз болады. Мен бірінші 2-ге бөлем. 5-те 75 шықты. 5-те 75-ті тағы да 2-ге бөлем. Сонда менде 2-де 9 шықты. Жуықтап алғанда. 2-де 9. Енді мына санды боковой шовқа жібереміз. Қалай? Оны қараңыздар. 2-де 9. От линии талии, мына линия талиядан мына жаққа қарай 2-де 9. Және арқа жаққа қарай тағы да 2-де 9 аламыз. Және ол точканы мына точкамен әдемі қылып қосамыз. Линейкаларыңызды алып алыңыздар. Әдемі қылып қосамыз. Менің әдемілігім осындай болды енді. Қақ етіп түп-түзу ғып сызбаңыздаршы. Жарай ма? Себебі адамның денесі кішкене қисықтау келеді ғой. Енді ары қарай боковой шовқа анықтадық. Мынау біздің боковойға кеткен выточкамыз. Енді арқаға кететін выточканы анықтаймыз. 11-де 5-ті енді 3-ке бөлеміз. Мінекей, мына санға бөлеміз. 3-ке бөлеміз тең. Қанша болады? 11-де 5 бөлінген 3. 3-те 8. Ол 3-те 8-ді мен 2-ге бөлем. Менде 1-де 9 шықты. Бұл санды спинкаға, арқаның бойына жібереміз. Қараңыздар. Бағана мен мына выточкадан төмен қарай түзу сызық сызыңыздар дедім, соңына дейін. Енді осы түзу сызықтың мына белдің сызығымен қиылысқан жерін тауып аламыз. Осы қиылысқан нүктеден оңға қарай 1-де 9 өлшеймін. Сіздер өздеріңіздің сандарыңызды өлшейсіздер. Және солға қарай 1-де 9 өлшеймін. Және осыны мына нүктемен, мына пройманың нүктесімен, немесе линия груди деп айтады. Линия грудидің нүктесімен тоже жағдай қиғаш қылып, әдемі қылып қосамын. Енді ары қарай бізге алдыға кететін выточканың жағы санын табу керек. 11-де 5-ті бөлеміз енді 6-ға. 11-де 5 бөлінген 6. 1-де 9 болды, Осы 1-де 9-ды енді 2-ге бөлеміз.
менде 0,95 шығып тұр. Енді мен бұны, наверное, 1 сантиметр деп алам, жуықтап. Енді бұны ары қарай мына кеуденің биіктігін өлшеген нүктеміз бар. Осы нүктені ең төменгі сызыққа дейін апарамыз, қыздар. Түзу сызық сызамыз осымен. Белмен қиылысқан жерін табамыз. Осы жағынан, оң жағынан 1 сантиметр, сол жағынан 1 сантиметр белгілеп алып, жоғарғы нүктелермен қосамыз. Енді ары қарай мына жерге шамамен бір 12 сантиметр, 12, 14, 15. Кейде мына жаққа дейін қоса салсаңыздар да болады. Өздеріңізге қарай. Мен былай қоса берем. Ары қарай. Енді бізге бөксеміздің жаңағыдай сызбасын шығару керек. Ол үшін бізде мында бөксені өлшеген өлшеміміз бар. 84 сантиметр. 84 сантиметрді қосамыз. 6 сантиметр кеңдік бердік қой жалпы. Мен 6 сантиметр бердім. Яғни ол 90 болады, я? 90-ды 2-ке бөлеміз, 45 болады. 45-ті тағы да 2-ке бөлеміз. 22-де 5. Енді қыздар қараңыздар. Әйел адамның артқы жағы сәл үлкендеу, пошире болып келеді. Алды жағы кішкене қысқалау болып келеді. Сол себепті 22-ге 5-ке 1-ді қосамыз. 23-те 5. Бұл біздің артқы бойымыз. 22-де 5 азайтам 1-ді. 21-де 5. Бұл біздің алдыңғы бойымыз. Мінекей мына сандар. Енді оны өлшейміз мына жақтан. Артқы бойдан алып, мына қарай былай өлшейміз. Осы мына жерде шыққан, мысалы, менде 1-де 1 нәрсе шығып тұр ма? Осыны алып мына деп апара салам. 1,5 осы өлшемді екінші жағына да қоя салам да. Қоям. Бәрібір сол өлшем шығады. Көрдіңіздер ма? 23-де 5. Енді көрініп тұр ғой. Енді мына нүктемен мына нүктені қосамыз. Осы жерде кішкене түсініп алыңыздар. Ең бастысы түсініп алсаңыздар болды. Қатты қиын да емес. Мына жерін деп әдемі майыстырып қосайық, я? Мына нүктемен мына нүктені қосамыз.
деп әдемі қылып қосамыз. Сонымен енді ал қыздар, бүгін мен сіздерге лиф базасын 6 сантиметр кеңдігімен сызып көрсеттім. Енді осы сызған сызбаларыңызды макеттің матаға көшіріп, рукавасын тігіп, өздеріңізге примерка жасап көріңіздер. Примеркаға 4 сантиметр кеңдікті қолданамыз. Посадканы идеально көру үшін 4 сантиметр дұрыс болады. Мен бірден көйлекке сыздым. Сол үшін макетный емес, мен бірден өзімнің матама көшірем. Сұрақтарыңыз болса хабарласыңыздар. Менің каналыма подписка жасап, лайк басып қойыңыздар. Алдағы уақытта өте жақсы жағдай ақпаратқа толы видеолар шығады, мен сөз берем. Лиф базасына қосымша жең базасын құрастыру шығары көрсеңіздер болады. Іске сәт, қыздар. Ешқандай да қиыны жоқ. Істейм деген адамға ешнәрсе қиын емес. Менің істегенімді сіздер де істей аласыздар. Мен керемет жағдай, арнайы білімім жоқ бұл жағдай, бұл салада, бірақ әйтеуір кітаптардан оқып, 7 жыл болды жағдай. Кітаптардан оқып, білетін адамның курстарынан оқып, өз-өзімді жағдай дамытып, осыларды үйрендім. Сіздерден жақсы жаңалықтар күтем, жақсы отзывтар күтем. Менімен бірге болыңыздар, сау болыңыздар.